Саламатсыздар ма оқушылар? 2021-2016 жылға челлендждің бүгін екінші күні. 2021 жылға екінші нұсқаны талдайтын боламыз. Мен Instagram парақшама тіркелмесеңіздер, әлде тіркеліп қойыңыздар. Осышы Geoid Edu. Челлендждің шарттары. Тағы да қайталап кетейін. Әр видео бір тәулік ішінде 300 просмотр мен 100 лайк жинаса ғана келесі видео салынады. Осы шарт орындалмаған жағдайда челлендж тоқтатылады. Ең соңғы 7-ші күні 5-тен аталатын видеоны көре алмайтын боласыздар. Сол үшін челлендждің соңына дейін жалғасын тапсын десеңіздер, дәл қазір лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Онлайн курс Instagram парақшамда жүктеледі. Жақсы, кеттік достар. Бірінші сұрақ. Австралия материгінің басым көпшілігін алып жатқан зона. А. Қатты жапырақты орман. В. Ылғалды субтропиктік ормандар. С. Саванна. Д. Ылғалды тропиктік ормандар. Е. Тропиктік шөл. Яғни дұрыс жауап тропиктік шөл. Міне мына суретте көріп отырсыздар. Тропиктік шөлді. Келесі екінші сұрақ. Шығыс Азия елдері. А. Қытай, Үндістан. В. Жапония, Қытай халықтық демократиялық республикасы. С. Непал, Судан. Д. Индонезия, Таиланд. Е. Филиппин, Монғолия. Яғни Шығыс Азия елдері ол бізде Жапония, Қытай халықтық демократиялық республикасы. Басқа мемлекеттер Шығыс Азия елдеріне кірмейді. Яғни Үндістан ол бізде оңтүстік Азияда орналасқан, Непал мен Судан ол Африкада орналасқан, Индонезия, Таиланд, яғни олар оңтүстік шығыс Азия елдері, Филиппин ол бізде аралдық мемлекет, Монғолия ол Шығыс Азиядағы мемлекет. Сондықтан да Жапония, Қытай халықтық демократиялық республикасы Шығыс Азия елдеріне жатады. Міне мына жерде көріп отырсыздар, ең бірінші Жапония мемлекетінің туы берілген, екінші Қытай мемлекетінің туы берілген. Жақсы, келесі сұрақ. Қазақстанда жолдардың ұзындығы жөнінен бірінші орын иеленетін көлік түрі, яғни А. Құбыр жолы 7585 км, В. Темір жол 13700 км, С. Әуе 76320 км, Д. Автомобиль жолдары 96000 км-ден асады, Е. Кеме жолдары 5635 км. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап бізде ең ұзындығы бойынша бірінші орындағы жолдар, яғни ол автомобиль жолдары 96000 км-ден асады. Келесі төртінші сұрақ. Туризм жақсы дамыған ел. А. Ресей. В. Қазақстан. С. ақш. Д. Монғолия. Е. Аргентина. Яғни туризм жақсы дамыған мемлекет ол ақшта. Міне Йеллоустон ұлттық паркын көріп отырсыздар мына суретте. Яғни Йеллоустон ұлттық паркі дүниежүзінде ең бірінші ашылған, ұйымдастырылған парк 1872 жылы 1 наурызда Йеллоустон ұлттық паркі ашылған. Келесі бесінші сұрақ. Австралия материгінің барлық жағынан мұхит пен теңіздерді шайып жатқанын қарамастан, материктің 1/3 бөлігін шөлейттер мен шөлдердің алып жатуы себебі. А. Оңтүстік жарты шарда жатуы. В. Батыстан шығысқа қарай енді болуы. С. Жағалауларының аз тілімденуі. Д. Материк жағалауындағы жылы ағыстың әсері. Е. Басым бөлігі тропиктік белдеуде орналасқан. Ф. Солтүстіктен оңтүстікке дейін созылып жатуы. G. Ежелгі Лавразиядан бөлінуі. H. Ежелгі Гондванадан бөлінуі. Яғни бұл жерде бір жауап ол басым бөлігі тропиктік белдеуде орналасқан. Міне Австралияның 1/3 бөлігі, яғни ол тропиктік белдеуде орналасқан. Мына картадан көріп отырсыздар міне. Яғни сары түспен берілген ол көп бөлігі тропиктік белдеуде орналасқан. Келесі 6-шы сұрақ.
Африка жағалауындағы шығанақ: А. Сидра, В. Мексика, С. Бенгель, Д. Карпентария, Е. Аляска. Яғни мына жерде картада берілген Африка жағалауындағы шығанақ, ол бізде Ливияға жақын орналасқан, ол Сидра шығанағы. Міне картадан көріп отырсыздар. Сидра шығанағы. Келесі 7-ші сұрақ. Жайық өзенінің жалпы ұзындығы. Жайық өзенінің жалпы ұзындығы: А. 2428 км, В. 1439 км, С. 4248 км, Д. 815 км, Е. 1400 км, F. 1700 км, G. 712 км, H. 1082 км. Яғни Жайық өзенінің жалпы ұзындығы 2428 км. Міне картада берілген Жайық өзені негізі мына жерде Орал тауларынан басталады, бастауы Каспий теңізіне құяды. Міне Қазақстандағы ең ірі өзендердің қатарына жатады және Жайық өзенінде кеме қатынасына өте қолайлы. Жақсы, келесі сұрақ. Таудың етегінде атмосфералық қысым 750 мм болса, яғни сынап бағанасында болса, 2000 метр биіктіктегі қысым: А. 550 мм сынап бағанасында, В. 20 мм сынап бағанасында, С. 950 мм сынап бағанасында, Д. 75 мм сынап бағанасында, Е. 100 мм сынап бағанасында. Яғни дұрыс жауап 550 мм сынап бағанасында. Келесі 9-ші сұрақ. Байкал қатпарлығы жүрген ера немесе ералар: А. Кайнозой ерасы, В. Палеоген ерасы, С. Бор, Д. Протерозой, Е. Триас, F. Архей, G. Неоген, H. Мезозой. Яғни бұл сұрақта екі жауап бар, яғни ол Д. Протерозой және F. Архей. Келесі 10-ші сұрақ. Аралдардың түрі немесе түрлері: А. Климаттық, В. Жартастық, С. Материктік, Д. Маржандық, Е. Шөгінді, F. Жанартаулық, G. Мұхиттық, H. Теңіздік. Яғни бұл сұрақта 3 жауап дұрыс: С. Материктік, Д. Маржандық, F. Жанартаулық. Яғни аралдардың 3 түрі болады. Жақсы, келесі сұрақ 11-ші сұрақ. Батыс жартышарды алып жатқан Америка дүние бөлігін ашқан саяхатшы: А. Роберт Пири, В. Васко да Гама, С. Христофор Колумб, Д. Америка Веспуччи. Яғни біз білеміз, Американың дүние бөлігін ашқан саяхатшы ол Христофор Колумб. Яғни Христофор Колумбтың негізгі 4 саяхаты бар. Ең бірінші саяхаты міне картадан көріп отырмыз, 1492 жылы басталып, 1493 жылы аяқталған. Бірінші саяхаты, екінші саяхаты 1493-1496 жылы. Үшінші саяхаты 1498, 1500, төртінші саяхаты 1502, 1504. Міне 4 саяхаты берілген картада. Жақсы, келесі сұрақ 12-ші. Есіл ертіс даласы орналасқан географиялық нысан: А. Бетпақдала, В. Шығыс Еуропа жазығы, С. Солтүстік Қазақ жазығы, Д. Сарыарқа, Е. Мұғалжар. Яғни бұл жерде дұрыс жауап солтүстік Қазақ жазығы. Яғни Есіл ертіс даласы орналасқан географиялық нысан. Міне мына картадан көріп отырмыз, Қазақстанның жалпы 9 физикалық географиялық аудан бар. Соның ішінде солтүстік Қазақ жазығы, оны біз басқаша Батыс Сібір жазығы дейміз. Міне екіде көріп отырмыз, екіде ол бізде солтүстік Қазақ жазығы немесе Батыс Сібір жазығы. Яғни бұл жерде бізде Есіл өзені, міне Есіл өзені және Ертіс өзені. Ертіс өзені, яғни Ертіс өзені Алтай тауларынан басталады. Және де Есіл өзенінің Ресейде Обь өзенінің оң жақ саласы, Есіл өзені Ертіске құяды, яғни ол Ертіс өзенінің сол жақ саласы. Жақсы,
келесі сұрақ 13-ші. Дүниежүзіндегі ең ұзын бұғаз. А. Ла-Манш, яғни 560 километр. В. Беринг 96 километр. С. Мозамбик 1760 километр. Д. Гибралтар 59 километр. Е. Дрейк бұғазы 460 километр. Яғни бұл жерде дүниежүзіндегі ең ұзын бұғаз Мозамбик бұғазы 1760 километр. Мозамбик бұғазы, яғни ол Африканың, міне көріп отырсыздар, оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Міне картадан көріп отырмыз. Яғни мына жерде Мозамбик мемлекеті бар бізде. Мозамбик пен Мадагаскардың аралығында орналасқан бұғаз. Келесі сұрақ 14-ші. Табиғаттану туралы ойларын математикалық есептерге негіздеген ғалым. А. Әл-Истахри, В. Әл-Масуди, С. Әл-Фараби, Д. Ибн Фатлан, Е. Ибн Хаукаль. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап С. Ол Әл-Фараби. Міне Әл-Фарабиді көріп отырмыз мына жерде суретте. Келесі 15-ші сұрақ. Электроэнергиясының негізгі бөлігін атом электр станциялары алатын ел. А. Норвегия, В. Канада, С. Германия, Д. Франция 70,6% алатын. Е. Австралия, яғни Францияда атом электр станциясының алынатын энергияның мөлшері ол 70,6%. Яғни атом электр станциясы бойынша Франция бірінші орындағы мемлекет. Міне картадан көріп отырмыз. Қазіргі уақытта 56 жұмыс істейтін атом электр станциясы бар екен Францияда. Келесі сұрақ 16-шы. Тек оңтүстік ендікте орналасқан астаналар. А. Притория, Киев, В. Канберра, Лима, С. Алжир, Рабат, Д. Бангкок, Рабат, Е. Ла-Пас, Сеул. Яғни тек оңтүстік ендікте орналасқан астаналар ол бізде Канберра мен Лима. Мына картадан көріп отырмыз. Канберра бізде, яғни Австралияның астанасы Канберра және Перудің астанасы міне Лима. Яғни ол тек оңтүстік ендікте орналасқан астаналар. Жақсы. Келесі сұрақ 17. Ескі дүние бөлігі немесе бөліктері. А. Антарктидада, В. Австралия, С. Гренландия, Д. Азия, Е. Африка, Ф. Европа, G. Тасмания, H. Америка. Яғни бұл сұрақта үш дұрыс жауап Азия, Африка және Европа. Ескі дүние бөліктері. Келесі 18. Меридиандар мен параллельдердің қиылысы қалай аталады? Яғни А. Меридиан, В. Дата ауысу сызығы, С. Географиялық ендік, Д. Экватор, Е. Градус торы. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап ол градус торы. Міне картадан көріп отырмыз. Мынау бізде солтүстіктен оңтүстікке дейін сызылған сызықтардың барлығы ол меридиан сызықтары. Ал экватордан шығысқа дейін созылған, немесе батыстан шығысқа дейін созылған сызықтардың барлығы ол бізде параллель сызықтары. Міне, яғни соның екеуінің қосындысы міне мына жерде бізде пайда болады градустық тор. Яғни градустық тор не үшін керек бізге? Ол географиялық ендікті анықтау үшін керек. Әрбір географиялық объекті мемлекет болсын, аймақ болсын, яғни тау болсын, барлық географиялық объектілерді анықтау үшін географиялық координата керек бізге. Жақсы, келесі сұрақ 19. Кордильераға қарай баспалдық тәрізді біртіндеп биіктейтін ең кен алқап. Яғни А. Миссисипи, В. Үлкен алап, С. Апалач, Д. Ұлы жазық, Е. Орталық жазық. Яғни дұрыс жауап бізде ұлы жазық. Кордильер тауын көріп отырмыз. Кордильер тауы мына жерде картада берілген. Ол бізде солтүстік Американың бойында орналасқан, яғни мына Кордильер тауы міне картада. Оның ең биік нүктесі
солтүстігінде, солтүстік батысында орналасқан, яғни оның биіктігі Маккинли шыны 6194 метр. Міне. Ал ұлы жазық бұл жердегі дұрыс жауап. Міне. Жасыл түспен берілген. Біз ұлы жазықты көріп отырмыз. Міне, яғни ол солтүстік Американың оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан ұлы жазық. Так, келесі 20-шы сұрақ. Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданына кіретін облыс. А. Ақтөбе, В. Павлодар, С. Алматы, Д. Жамбыл, Е. Қарағанды. Міне картадан көріп отырмыз, яғни солтүстік Қазақстан экономикалық ауданына кіретін бізде ол Павлодар облысы. Міне Павлодар облысы. Яғни Павлодар облысы бізде шектеседі ол Қарағанды облысымен. Міне көріп отырмыз, Қарағанды мына жақта. Өскемен, Шығыс Қазақстанмен шектеседі. Сосын мына жерде Ақмола облысымен шектеседі. Міне, Нұр-Сұлтан, Ақмола облысы. Келесі сұрақ 21. Европаның жартылай перифериялық елі: А. Иран, В. Португалия, С. Ирак, Д. Франция, Е. Италия. Яғни мына жерде көріп отырмыз, Иран мен Ирак ол Европада орналаспаған, яғни ол Азияда орналасқан мемлекеттер. Бұл жердегі дұрыс жауап, яғни жартылай перифериялық ол Португалия, Франция мен Италия ол үлкен жетілік елдер. G7 деп аталады. Мысалы, Франция, Италия ол жетілік елдер. Сондықтан да жартылай перифериялық ол Португалия мемлекеті. Міне, бір ғана дұрыс жауап болады. Так, келесі 22. Тең емес айырбас үдерісіне мысал болатын елдер жұбы. Яғни мына жерде тең емес айырбас деген ұғымды айтып кетейін. Тең емес дегеніміз мысалы экономикасы бойынша біз мемлекеттерді бөлеміз. Экономикалық дамыған, дамушы және артта қалған мемлекеттер. Яғни бұл жерде экономикасы дамушы мемлекеттер экономикасы дамыған мемлекеттерге не істейді? Шикізат сатады. Шикізат жібереді. Шикізат экономикасы дамыған мемлекет, экономикасы дамушы мемлекеттен шикізат сатып алады. Әрине, ол арзан бағамен сатып алады. Және де ол шикізаттан бірнеше дайын өнімдерді жасайды. Яғни дайын өнімдерді жасағаннан кейін не істейді ол? Сол мемлекет, яғни дамушы мемлекеттерге оны қымбат бағамен сатады. Сондықтан да тең емес айырбас деген үдеріс бұл жерде міне осы мысал осы болады. Яғни бұл жерде Ұлыбритания мен Германия А жауабы. Яғни Ұлыбритания, Германия олар дамыған мемлекеттер. Сол себепті Ұлыбритания, Германия жатпайды. В. Бутан, Непал. Бутан мен Непал, яғни олар артта қалған мемлекеттер Африкадағы, сондықтан да ол мемлекеттер жатпайды. С. Франция, Германия. Жақсы, Франция, Германия тағы. Олар екі мемлекетте дамыған мемлекет. Д. Сомали, Чад. Сомали, Чад олар артта қалған мемлекеттер Африкадағы. Сондықтан да бұл жерде дұрыс жауап ақш пен Мексика болады. Өйткені ақш дамыған мемлекет, Мексика ол дамушы мемлекет. Мына жерде біз туын көріп отырмыз, ақштың туы және Мексиканың туы. Жақсы, келесі сұрақ. 23-ші сұрақ. Орта масштабты карта немесе карталар. А. Бірдің қатынасы 5000-ға, бірдің 5000-ға қатынасы. В. Бірдің 300 000-ға қатынасы. С. Бірдің 60 000-ға қатынасы. Д. Бірдің 90 000-ға қатынасы. Бірдің 800 000-ға қатынасы. F. Бірдің 2 миллионға қатынасы. G. Бірдің 1 000-ға қатынасы. H. Бірдің 4 миллионға қатынасы. Яғни мына жерде бірдің 5000-ға қатынасы ол бізде ең ірі масштабты. В жауабы. Бірдің 300 000-ға қатынасы ол бізде орта масштабты. С жауабы. Бірдің 60 000-ға қатынасы, яғни ол бізде ең қандай болады? Ең ірі, әрине, ең ірі масштабты болады. Д жауабы да. Бірдің 90 000-ға қатынасы ең ірі масштабты болады. Е жауабы. Бірдің 800 000-ға қатынасы, яғни 1 миллионға дейін ол орта масштабты болады.
1-дің 200 мыңға. Міне 200 мыңнан басталады, 1-дің 200 мыңнан ары қарай 1 миллионға дейін оның барлығы орта масштабты болады. Ал 1-дің 5 мыңнан 25 мың, 15 мың, 100 мың, 200 мыңға дейін олардың барлығы ірі масштабты болады. Ал 1 миллионнан ары қарай, мысалы мына жерде тұр F жауабы, мына жерде 2 миллион, 1-дің 2 миллионға қатынасы, 1-дің 4 миллионға қатынасы, олар ең ұсақ масштабты карталар. 1-дің 1 мыңға қатынасы ол ең ірі масштабты. Мына жерде ең ірісі 1 мың, 1-дің 1 мыңға қатынасы. Одан кейін кетеді 1-дің 5 мыңға қатынасы, одан кейін 1-дің 60 мыңға қатынасы, одан кейін 1-дің 90 мыңға қатынасы, оның барлығы ең ірі масштабты. Сондықтан да орта масштаб ол 1-дің 300 мыңға және 1-дің 800 мыңға, яғни 1 миллионға дейін. Жақсы, келесі сұрақ. 24. Ұлы жібек жолында батыс пен шығысты байланыстыратын ірі өзен немесе өзендер. А. Құлан өтпес, В. Шідерті, С. Сырдария, Д. Сілеті, Е. Қаракеңгір, Ф. Сағыз, G. Бақанас, H. Ақсу. Яғни бұл жерде бір ғана дұрыс жауап, ол Сырдария. Өйткені қалған өзендер, ол яғни ең кішкентай өзендер, яғни аумағы бойынша, немесе ұзындығы бойынша. Өйткені Сырдария өзені, ол бізде Қазақстандағы ең ірі өзендердің қатарына жатады. Міне Сырдария өзені Қырғызстаннан басталады. Яғни мына жерде бізде Шардара су қоймасы бар. Шардара су қоймасын жалғасады. Одан мына жерде міне қайда барып келеді? Яғни ол Арал теңізіне барып келеді. Сондықтан міне дұрыс жауап Сырдария. Жақсы, келесі сұрақ. 25. Темір кенін сыртқа шығарудан алдыңғы орындағы елдер. Яғни міне темір кенін біз міне шартты белгісін көріп отырмыз. Темір кені бұл бізде. Яғни А. Үндістан, В. Қытай, С. Италия, Д. Канада, Е. Германия, F. Бразилия, G. Франция, H. Жапония. Яғни бұл сұрақта 3 дұрыс жауап, яғни ол Үндістан, Қытай және Бразилия. Көріп отырмыз. Бірінші туы ол бізде Үндістан, екінші Қытай, үшінші Бразилия мемлекеті. Келесі 26 сұрақ. Биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын сызықтар. Сызық немесе сызықтар. А. Горизонталь сызықтар, В. Бергштрих, С. Азимут, Д. Деңгейлегіш, Е. Тұспақтар, F. Анимометр, G. Планшет, H. Параллель. Яғни бұл сұрақта бір ғана дұрыс жауап, ол горизонталь сызықтар. Биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын сызық, ол горизонталь сызық. Келесі сұрақ 27. Шығыс Қазақстан экономикалық ауданының кәсіпорны немесе кәсіпорындары. А. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, В. Балқаш кен металлургия комбинаты, С. Ақтау пластмасса зауыты, Д. Павлодар алюминий зауыты, С. Өскемен қорғасын мырыш зауыты, F. Жезқазған мыс балқыту зауыты, G. Атырау полиэтилен зауыты, H. Риддер полиметалл комбинаты. Яғни Шығыс Қазақстанда бұл сұрақта 2 дұрыс жауап. Ақтөбе, яғни ферроқорытпа зауыты ол Батыс Қазақстанда орналасқан. Балқаш кен металлургия комбинаты ол орталық Қазақстанда орналасқан. Ақтау пластмасса зауыты ол Батыс Қазақстанда орналасқан. Павлодар алюминий зауыты ол бізде солтүстік Қазақстанда орналасқан. Өскемен қорғасын мырыш зауыты ол Шығыс Қазақстанда орналасқан. Жезқазған мыс балқыту зауыты ол орталық Қазақстанда орналасқан. Атырау полиэтилен зауыты ол бізде Батыс Қазақстанда орналасқан. Бұл жерде яғни дұрыс жауап Риддер полиметалл комбинаты және Өскемен қорғасын мырыш зауыты. Келесі 28 сұрақ. Федеративті конституциялық монархиялық ел немесе елдер. А. Катар, В. Жапония, С. Швейцария, Д. Малайзия, Е. Ресей, F. Дания, G. Бельгия, H. Франция. Яғни бұл сұрақта 2 дұрыс жауап, ол Малайзия мен Бельгия мемлекеті. Келесі 29. Қалпына келетін табиғи ресурсы немесе ресурстары. А. Жел, В. Орман, С. Климат, Д. Темір, Е. Күн, F.
ағыс, G фосфор, H көмір. Яғни табиғат ресурстары бізде бөлінеді екі түрге. Ол сарқылатын және сарқылмайтын табиғат ресурстары. Сарқылатын табиғат ресурстары екіге бөлінеді. Қалпына келетін және қалпына келмейтін. Сарқылмайтын бөлінбейді. Яғни сарқылмайтын ресурстарға бізде жатады жел, климат, күн, ағыс. Міне, сарқылмайтын ресурстар бұлар. Ал қалпына келмейтін ресурстарға бізде жатады мына жерде темір, яғни барлық минералды ресурстар, міне темір, фосфор және көмір. Сондықтан да қалпына келетін табиғат ресурста бізде ол орман болып қалады. Міне орман. Яғни ормандағы ағаштар, міне көріп отырмыз суреттен. Ағашты мысалы қолдансақ, оны біз қалпына қайттан келтіруге болады, оны қайттан өсіруге болады, күтіп, бірақ та оған бірнеше жылдар уақыт керек. Жақсы, келесі сұрақ, 30 сұрақ. Францияның шалғайдағы департаментімен көршілес мемлекеттер. А. Парагвай, В. Чили, С. Гаяна, Д. Бразилия, Е. Суринам, Ф. Боливия, H. Колумбия, G. Колумбия, H. Венесуэла. Яғни Францияның шалғайдағы департаментінің көршілес мемлекеттер. Бұл жерде бұл сұрақта екі дұрыс жауап. Ол Бразилия мен Суринам. Міне картадан көріп отырмыз. Міне картадан мен келтіргем. Яғни Бразилия, ол оңтүстік Америкада орналасқан. Және француз Гвианасы. Міне француз Гвианасы бар бізде. Ол да Бразилияның қай жағында орналасқан, яғни ол солтүстігінде орналасқан. Солтүстік батыс деуге болады, солтүстік батысында орналасқан. Яғни ол міне Суринамды көріп отырмыз. Және Бразилия. Екі мемлекетпен көршілес. Жақсы, оқушылар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.